Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен мен Азамат Хандөлетұлы. Бүгінгі тақырыбымызға кіріспес бұрын каналға өз үлестеріңізді қосу мақсатында тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер, алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Ендеше кеттік. Бүгінгі тақырыбымыз бұл жұлын қабықтары, яғни менингес медула спиналис деп аталады. Жұлынның негізгі үш қабығын алып қарастыратын боламыз. Ішкі жағынан қарай, сыртқа қарай жүріп отыратын болсақ, бұл бірінші қызылмен көрсетілген, яғни жұлынның жұмсақ қабығы. Бұның қалыңдығы шамамен 0,15 мм құрайды, жұлынға тығыз жанасып жатады. Бұл қабықтың құрамында көптеген артериола спиналистер, яғни жұлындық артериолалар болады. Дәл осы қабық арқылы, яғни жұлынның қоректік қызметі қалыптасып отырады, яғни трофикалық қызметі. Және келесі қабық жұлынның торлы қабығы, бұл көкпен көрсетілген, міне өте жұқа қабықтардың бірі. Жұлынның үш қабығының ішінде ең жұқасы осы жұлынның торлы қабығы деп атаймыз, немесе басқаша жұлынның өрмекші тәрізі, латынша арахноида матер спиналис, яғни 0,1-0,3 мм аралығында болады. Және осы жұмсақ қабық пен торлы қабықтың арасындағы көкпен көрсетілген кеңістік бұл спатиум субарахноидиум деп аталады. Субарахноидальды кеңістік немесе торлы қабық асты кеңістігі. Бұл кеңістікте ликвор айналымы, яғни жұлын сұйықтығы жүретін болып саналады. Және де үшінші қабық, мына қара санмен көрсетілген, бұл жұлынның қатты қабығы, дәнек ерітіндерінен тұрады. 0,5-1 мм арасында қалыңдығы. Және де бұлардың арасында қатты қабық пен торлы қабықтың жасылмен көрсетілген спатиум субдурале. Және қатты қабықтың сыртында спатиум эпидуралені қарастыратын болып табыламыз. Және пия матердің бізде негізгі жоғары қарай көтерілгенде мидың жұмсақ қабығына жалғасады жоғары жағынан, ал пия матер жұмсақ қабық төменгі жағында. Яғни мына филум терминалин білеміз бәріміз, филум терминалиннің жұлындық бөлігіне өтетін болып саналады. Ал екінші қабық жұлынның торлы қабығы болса, жоғарғы жағынан форамен магнум деңгейінде мидың өрмекші тәрізді қабығында жалғасады, ал төменгі жағынан екінші сегіз көз деңгейінде жұмсақ қабықпен бірігеді. Ал үшінші қабық жұлынның қатты қабығы жоғарғы жағында мидың қатты қабығына жалғасады, ал төменгі жағында бізде конус сияқты, яғни төмен қарай түсе отырып, екінші сегіз көз деңгейінде конус тәрізді болып аяқталады. Енді келесі суретте біз нақты көретін боламыз. Жұлынға тығыз жанасқан пия матерді, одан кейін спатиум субарахноидале жұлын сұйықтығы, одан кейін арахноида матерді көреміз, торлы қабық. Торлы қабықпен бізде жұмсақ қабық өзара лигаментум дентикулатум арқылы жалғасқан. Лигаментум дентикулатум тішелі байламдар осы кеңістікті алдыңғы және артқы бөлімге бөліп тұрады. Яғни және үшінші қабық дура матер мен арахноида матердің арасындағы спатиум субдурали өте тар кеңістік болып табылады. Және дура матер мен периостеум деген бар, яғни сүйек үсті немесе надкосница, міне сүйекке тығыз жанасып жатады, өте жұқа болады. Осының арасында бізде майлы зат текстус адипозум майлы зат, және де көптеген көріп отқанымыз веналық өрімдер болады. Яғни бұл омыртқаның веналық өрімдері деп аталады. Басқаша плексус венозус вертебралис интернус. Бұның негізгі білу керек нәрсе, дәл осы жерге эпидуральды анестезия жүргізіледі, анестетик енгізіледі және өте тез әсер ететін болып табылады. Және келесі жаңағы айтып кеткен субарахноидальды кеңістіктіңде өте үлкен маңызы бар. Бұның маңызы бізде ликвор, яғни люмбалды пункция жасаған кезде, ликвор алған кезде бізде өте маңызды орындардың бірі болып саналады. Және келесі айтып кететін, мына жерден көрсек болады, дура матерді, арахноида матерді көреміз. Ал не үшін пия матер көрінбейді? Себебі бұл жұлынның, яғни төменгі бөлігінде, яғни кауда эквина конус медулярис деңгейінде кесілген көлденең кесіндісі болып табылады. Көрсек, жұлын аяқталған, яғни төменгі жағында конус медуляриске, одан кейін кауда эквинаға жалғасады. Ол өз кезегінде филум терминалиге жалғасады деп айтқан болатынбыз. Нақты, яғни толық видеоны сіздер жұлын туралы, жұлын анатомиясы, яғни неврология
анатомия деген плейлисттен көре аласыздар. Енді және бұл жерде көретініміз жұмсақ қабық пен арахноида матердің бірігіп кететіні және дура матерді көреміз. Майлы затты текстус адипозум эпидуральды кеңістікте орналасқан. Және де қосымша тағы айтып кететін нәрсе, қатты қабық дәл осы жұлынның артқы және алдыңғы мүйізінен шығатын түбіршектер болады. Радикс антериор және радикс постериор. Артқысы бұл сезімтал, алдыңғысы яғни қимылдатқыш. Осылар қосыла келе бізде ганглион спинали, жұлын ганглион түзетін болып табылады. Дәл осы жұлын ганглиінің сыртындағы қынабын бізде қатты қабық яғни түзеді. Егер де видео пайдалы болған болса, лайк басып, тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Және де түсінбей жүрген тақырыптарыңызды комментарийға жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.